Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын, бір жасағаннан шыға келетін булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін маған жүрекшені басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажет болады електен өткізілген ұн, жылы сүт, сұйық май, 2 дана жұмыртқа, құмшекер, ашытқы және тұз қажет болады. Жұмыртқамыздың біреуін және бір ағын салып, оның үстіне тұзды, құмшекерді салып, жақсылап ергенге дейін араластырып аламыз. Ары қарай жылы сүтімізді, ашытқымызды салып, барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Ашытқымыздың мерзімі өтпегені жақсы. Енді сұйық майымызды құйып, ары қарай барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, сұйық массамыздың үстіне жаймендеп салып шығамыз. Барлығы біркелкі болған кезде ары қарай енді қолымызбен елейтін боламыз. Бізде өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығатын болады. Осы қамырымызды енді барлығы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Құрметті көрермендер, менің арнамда тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Барлығын елеп болғаннан кейін бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр шығады, өте жұмсақ болып келеді. Енді осы қамырымызды 1-1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қалдыратын боламыз. 1,5 сағат өтті, менде осындай өте жұмсақ болып көтеріліп шықты. Осы қамырларымызды енді бөліктерге бөліп, булочканың формасына келтіретін боламыз. Мендегі булочкалардың мөлшері 75-80 грамм аралығында болды. Осындай думалақ пішінге келтіргеннен кейін бетін жауып қалдырамыз. Ары қарай енді булочкалардың формасына келтіреміз. Осылай ұзынша етіп дөңгелетіп аламыз. Ары қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша түйсеңіздер. Булочкаларымыздың барлығын түйіп болдық. Енді табамыздың астын майлап, булочкаларымызды салып, 15-20 минутқа пісірмей қалдыратын боламыз. Олар тағы да көтеріледі. Осылай көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаны жағып, өз қалауыңызша күнжут немесе мак сепсеңіздер болады. Енді қызып тұрған пеште 180-200 градуста булочкаларымызды 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, бір жасағаннан шыға келеді. Мінекей осындай әдемі, жұп-жұмсақ үлпілдек булочкалар дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, менің арнама тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әсем.